Сәлем достар, бүгін біз каналымызда кезекті күз пейзажын саламыз. Ең алдымен қағазымызды жоғары бөлігін ақ түсті гуашьпен немесе акварель бояумен бояп аламыз. Қою қылып бояй бастаймыз. Жоғары жағын ақ түспен және де сол ақ түстің үстіне көгілдір және де қанық көк түсті қосамыз. Міне көгілдір түсті ақ түспен араластырып, осылай ортаңғы жағынан жоғары қарай және де төмен қарай ақырындап жоғарыдан төменге қарай қозғалыстармен бояймыз. Кейіннен қанық көк түсті алып, ортаңғы бөлігіне осылай бояймыз. Ортаңғы бөлігін қанық көк түспен бояп шығамыз, осылай демелеп. Сумен кішкене араластырып жібереміз, себебі гуашьымыз өте қою. Ал енді кішкене қара түс қосып, қанық көк түсімізді шамалы қарайтамыз. Осылай екі бөлігін сол жағынан және де оң жағынан бұрышты осылай қара түстес етіп бояп шығамыз. Ол не үшін керек? Алдағы уақытта көре жатарсыздар. Бұл біздің келешектегі көлеңкеміз. Енді кисточкамызды жуып, кептіріп, көк түсті алып, осылай қара түспен көк түсті ақырындап араластырамыз. Яғни біздің қара түсіміз қанық қара болмау керек. Ол тек қана көк түсті кішкене қарайтып тұру керек. Кейіннен қазір ақ түсті қосамыз. Міне ақ түспен көгілдір түсті қосып, көк және де ақ түсті және де көгілдір түстің арасындағы контурды кішкене жұмсартамыз. Яғни түстердің бір-біріне өту контурын жұмсарту үшін осындай қозғалыстар жасаймыз. Ендігі кезекте бізде жердің түсі, яғни қара түсті алып бояп шығамыз. Осылай бұрышы қалды, қара түс қосып жіберейін, азайып қалды. Осылай бояп шығамыз астыңғы жердің бөлімін. Ендігі кезекте бізде ақ түсті қосып, осылай енді аспанымызды толығымен бояп шығамыз. Жоғары жағына кішкене ақ түсті қостым. Қазір бұл түске көгілдір түсті қосамын. Боялмай қалған аймақтардың барлығын бояп, аспанымызды ретке келтіреміз. Аспанымыздың түсі өте әдемі болып шықты. Ендігі кезекте бізде қызыл түсті алып, оған ақ түсті қосамыз.
бұл түс ақ түсіміз аз болып қалды. Қазір тағы да ақ түсті қосып қызғылт түс жасаймыз, жақсылап тұрып араластырып. Оған кішкене бордо түсін қостым. Қазір барлығын араластырамын. Сол кезде видеоның оң жағында көрсетілгендей нұсқаудағы қызғылт түс шығады. Міне қызғылт түсіміз дайын болды. Енді губкамызды ұрғылау тәсілі арқылы жапырақтарын саламыз. Өте оңай тәсіл. Егер де жаңа губка болмаса, онда ескі губканы алсаңыз да болады. Осылай ақырын ғана ұрғылау тәсілі арқылы талдың жапырақтарын бейнелейміз. Екі жақтан осылай ұрғылап шығамыз бояп. Аспанның ортаңғы аймақта аспан аймағы бос қалу керек, яғни аспан көрініп тұру керек. Кішкене көк түсті да қосып жібердім. Себебі біздің талдарымыз тек қана қызғылт түс болуы мүмкін емес. Оның арасында түрлі түсті көлеңке және де жапырақтардың түрлері де болуы мүмкін. Сондықтан да ішкі бөлімін талдың шамалы қарайттым десем де болады. Ендігі кезекте бізде жерді бояп шығамыз. Яғни жердің барлығын боямаймыз. Қара жер бізде көрініп тұру керек. Тек қана арасынан осылай екі жағынан жол, тропинка сияқты қылып бояп шығамыз. Бізде суретімізде көріп тұрғандарыңыздай ар жақтағы талдар және де жақында тұрған бер жақтағы талдар бар. Ар жақтағы талды салу үшін күлгін түс пен қара түсті араластырып, шамалы көк түс қосып, ар жақтағы алыстағы талдарды бейнелейміз. Оны жіңішке кисточкамен саламыз. Тал қандай болатыны тек қана сізге байланысты, сіздің талғамыңызға ғана байланысты. Менен қайталасаңыз да болады. Немесе өзіңіз қалай салғыңыз келсе, солай салсаңыз да болады. Осылай сабақтарын, талдың дінін сабақтарын салдым. Енді жіңішке сабақтары болады. Осылай екі талды екі жағынан салып шығамыз. Яғни бұл бізде қара түс қосылған күлгін түс. Таза қара түс емес. Мына жерде мен ойымша шамалы қызғылт түс жетіспейтіні сияқты. Сондықтан да губкамызды алып, сондай қызғылт түсті қайтадан қосымша бояп шығамыз губкамен алып. Ал ендігі кезекте бізде жақын тұрған талдардың суретін салу. Ол үшін таза қара түсті аламыз. Ол таза қара түске кішкене су қосамыз да осылай
төменнен жоғары қарай қалыңдау қылып талдың сабағын дінін саламыз. Яғни жоғарға қарай талымыз жіңішкелеу болып келеді. Төменгі жағын кішкене жуандау қылып салуға тырысыңыздар. Осындай сабақтармен түрлі талдарды салып шығамыз. Осындай 3 талды бейнелейміз. Талдың түбінде бізге көлеңкені бейнелеу керек. Ол үшін қара түсті алып, губкамен қайтадан ұрғылау тәсілі арқылы талдың түп жақтарын осылай кішкене қарайтамыз. Ендігі кезекте бізде қайтадан қызыл түс керек. Ол үшін қызыл түспен ақ түсті араластырып, қайтадан губкамыздың көмегіне жүгінеміз. Бұл не үшін керек деген сұрақ туса, талдың діндерін кішкене гүлдердің ар жағында екенін көрсету үшін осылай бояп шығамыз. Енді бір ойымызбен кішкене елестетіп көрсек, ар жақ бөлімде күн сәулесі түсіп тұрса, бер жаққа қарай бізде күннің көлеңкесі болу қажет. Соған байланысты осылай қара түспен жіңішке кисточканы алып, осындай көлеңке саламыз. Және де губкамызды орнына қоймай, жаңағы қара күлгін түсті алып, арасынан қара түсті жапырақтарды қосамыз десек те болады. Яғни талымыз пейзажы әдемі болу үшін осылай түрлі түсті палитра суретте кездеседі. Сондықтан да осылай байқасаңыз өте әдемі көрініп жатыр. Қара күлгін түсті қосамыз. Онымен қатар бізде ар жақтан күн сәулесі түсіп тұрса, онда кейбір жапырақтар бізде күн сәулесінің жарқылын бейнелеуіміз керек. Яғни талымыздың жапырақтарымыздың шет жақтарына осылай арасынан ақ түсті қосамыз. Арасынан ғана көп емес. Және де талдардың дінінде осылай қызғылт түсті алып, ақырындап шеттерін осылай жүргізіп шығамыз. Яғни бұл күннен түскен
жарқыл десек те болады. Көрдіңіздер ме? Суретіміз өте мәнді болып келе жатыр. Ал достар, видеомыз соңына қарай жақындап қалды. Бізбен бірге осындай сурет салып үйренгің келсе, каналымызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпа.